Қазақ тілі 3 сынып 2 бөлім 75 сабақ. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Алғашқы тапсырма өнерлі бала. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Өсер анасына еріп, жақын ағайындарына қонаққа келді. Бұл үйде Бекжан деген бала мен оның қарындасы Гүлжан бар екен. 3 бала үлкендерге араласпай, бөлек бөлмеде ойнады. Бекжан мен Гүлжан барлық ойыншықтарын жайып салды. Олардың ішінен Өсерге зымыран ойыншығы қатты ұнады. Әлден уақытта Өсерді анасы шақырды. Ол отырып шай іше бастаған сол еді, баж етіп жылаған Гүлжанның дауысы естілді. Іле шала ол ботадай боздап жылап кірді. Қолына зымыран ойыншығын ұстап алыпты. Не боп қалды? Бекжан мынаны сындырып тастады. Гүлжан, деді осы кезде орнынан тұрған Өсер, жүр өзіміз жөндеп көрейік. Әлден уақытта қонақ бөлмеге Гүлжан жүгіріп келді. Әке, ана, міне жүреді, деді. Өсер жөндеді. Енді ғана батылдана есік алдына келіп тұрған бүлдіргіш Бекжан. Жарайсың, балақай, өнерлі екенсің деп мақтай бастады бәрі. Өнерлі өрге жүзеді дейді халық, Ермек Өтетілеуұлынан. Осы мәтінге байланысты тапсырма орындаймыз. Мәтін мазмұны бойынша төмендегі ақпараттардың дұрыс-бұрыстығын анықта. Өсер анасымен бірге қонаққа келді. Дұрыс. Бекжан Гүлжандармен қосылып кітап оқыды. Бұл бұрыс ақпарат. Гүлжан дауысын шығармай жылады. Бұл бұрыс ақпарат. Зымыран ойыншығы Өсерге ұнады. Дұрыс, ойыншық қатты ұнады. Өсер ойыншықты желім, ермексазың көмегімен жөндеді. Бұл бұрыс ақпарат. Өсерді өнерлі бала екенсің деп мақтады. Дұрыс. Келесі тапсырма. Мәтін кейіпкерлерінің әрекетіне өз көзқарасыңды білдір, сөздерді оқы. Әр қатарда берілген 5 сөздің қайсысы артық? Неге? Бірінші қатарда Өсер, Гүлжан, Бекжан, зымыран, ана сөздер берілді. Бұл жердегі артық сөз зымыран. Себебі басқа кісі есімдер берілген. Келесі екінші қатарда ағайындар, үлкендер, қонақтар, нағашы, ойыншықтар. Бұл жерде артық сөз нағашы. Себебі мәтінде нағашы сөзі жоқ. Үшінші қатарда ойыншық бөлме бүлдіргіші балақай, халық. Бұл жерде артық сөз халық. Келесі тапсырма. 36-шы тапсырма. Белгілі суретші Ағымсалы Дүзелхановтың аңшылық атты суретіне зер сал. Сурет несімен қызықтырды? Суретті көріп қандай сезімде болдың? Ойыңмен бөліс. Сурет бойынша қысқа мәтін құрастыр. Оны айтуға дайындал. Құрастырған мәтініңді жаз, жазғаныңды тексер. Аңшы, аң аулауды кәсіп еткен саятшы адам. Оны құсбегі бапкер деп те атайды. Кейде аңға көңіл көтеру үшін де шығады. Ит жүгіртіп, құс салу, серлік салтанат деп саналған. Келесі тапсырма. 37-ші тапсырма. Өтірік өлеңнің қатесін түзеп жаз. Шалғы қайрап қаймақпен, шұбат іштім қайрақпен, шортан аулап шарбақпен, шөп қоршадым қармақпен. Есентай Ерботин. Ал енді осыны түзеп жазамыз. Шалғы қайрап қайрақпен, шұбат іштім қаймақпен, шортан аулап қармақпен, шөп қоршадым қармақпен. Келесі тапсырма 38. Сызбадағы сурет пен тірек сөздерді пайдаланып мәтін құрап айт. Өнерлі, билейді, үздік оқушы, ән салады, ойы ояды деген сөздер берілген. Алдымен мына қызға ат қоямыз. Мен бұл қызға Арайлым деп ат қойдым. Арайлым үздік оқушы, ол ән салғанды, би билегенді ұнатады. Арайлым өнерлі қыз, оның қолынан ойы да келеді. Келесі тапсырма шығармашылық жұмыс. 39-шы тапсырма. Пирамидадағы цифрларды нақыл сөз шығатындай ретпен орналастыр. Бұл жерден балалар өнер, жігіт, көркі деген мақал шығады.